Баршаңызға сәлем. Мен қазір сіздермен адамның позицияларын бөлісетін боламын. Адамның бойында 3 түрлі позиция болады. Осы туралы дәл қазір осы видеода айтып өтетін боламын. Сіз қай позицияда жүрсіз? Сіз ересек позицияға өту үшін қандай жағдайларды орындау керексіз, немесе өзіңізге қабылдау керексіз? Осы туралы видеоның соңына дейін қараңыз және ойланып тұжырымдама жасаңыз. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал кеттік ендеше бастайық. Адамның негізі 3 позициясы болады. Яғни әрбір адамда ішімізде ересек позиция, ата-ана позиция және де бала позициясы болады. Дәл қазір мен сіздерге әр позицияның ішін нақтылап ашып, түсіндіріп айтып өтетін боламын. Ал кеттік ендеше бірінші ата-ана позициясынан бастайық. Ата-ана позициясы сізде егер де көбірек болатын болса, ата-ана позициясындағылар барлығына тегін ақыл береді. Сұралмаған ақылды айтады. Яғни сен ананы үйтсеңші, мынаны бүйтсеңші. Ол қалай? Яғни былай. Достарының, ата-анасының, бауырларының барлығының мамасы, ата-анасы, яғни мама папасы болып кетеді. Ол дегеніміз не істеу керектігін айтып отырады, не істеуді үйретіп отырады, қалай шешім шығаруды айтып отырады. Сұралмаған ақылды былай жатқанда барлық жерге тықпалап айтып отыратын кісілер. Сіз сондай емессіз бе? Өзіңіз бақылап қараңыз. Сұралмаған ақылды айтқанда ешбір адам жақтырмайды. Яғни сұралмаған ақылды айта беретін болса, ешқандай адам ол нәрсені ұнатпайды. Сізге жаңағы жоғары оқу орнында бітірдің, енді жұмыс тапсаңшы, жай жүре бергенің болмайды деп ақыл айтып жатса, тоғыз жоңғайсыз. Ата-ана позициясындағылар көбінесе біреуді елмен салыстырады. Яғни ана пәленше сияқты үйтпейсің бе, бүйтпейсің бе, ақшаңды шаша берме, ақшаңды жина, дипломды оқыдың, енді сонымен жұмысқа кір, жүре берме, үйлен деген сияқты барлығына керек емес ақылды айтады. Бұл бізде ата-ана позициясы. Екінші бізде бұл бала позициясы. Бала қандай? Бала ерке, бала жауапкершілікті өзіне алмайды. Бірдеңені білдіріп қойса, мен емес ол інім ғой, мен емес ол аға ғой деп шығады. Ол дегеніміз бала өз-өзіне жауапкершілік ала алмайды. Сондықтан да анау мынау деп басқа бір екінші адамға мен емес деу арқылы баланың позициясы. Сонымен қатар бала позициясына мен әлсізбін ғой, мен кішкентаймын, әлі жасай алмай, не істеймін, білмеймін, қорқамын деген нәрсенің барлығы бұл бала позициясына кіреді. Ал енді сіздің ойыңызша ересек позициясы қандай? Кішігірім уақыт ойланып алыңыз. Ал енді өзім айтайын. Ересек позициясындағы адамдар әр ситуацияны бағалайды, әр ситуацияға қарай адекватно шеше алады. Яғни ситуациядан адекватно шыға алады. Ешкіммен ұрыспай, ешкіммен қырылқыспай, ешкімге сен ғой деп екінші бір адамды, тараптағы адамды барлық нәрсені жаба салмайды, яғни жауапкершілікті өзіне алады. Значит, мен осылай жасадым, мен осылай қабылдадым, мен осылай шештім. Бұл менің жауапкершілігімде деген ұстанымды ұстанады. Ешкімді кінәламайды, чувство виныға кірмейді. Қателіктерден қашып, жаңағыдай мен емес деуден аулақ болады, қабылдайды, қандай қателік болса да өзгертеді және нәтиже шығарады. Өзіне келген кезде дисциплинаны жақсы ұстайды, себебі жауапкершілік өзінде екенін түсінеді. Ал сіздер қандай позицияда жүрсіздер? Өздеріңіз анықтаңыздар.